Қызылордалық Айнұр ұлттық қолөнерді дамытып, ел ішінде құнды өнерді насихаттап жүргендердің бірі. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан шеберлік сырларын жіті меңгерген сайын, оның ісмерлікке деген көзқарасы да оның әрі тереңдей түскен. Қолөнер шеберімен Ақерке Берікбек қызы жүздесіп қайтты. Білгенге құрақтың өз құны бар. Қиыннан қиыстырылған бейнелер терең мағына береді. Сондықтан құрақ көрпешені қазақ төрге төсейді. Құрақшының бойында бояудың сырын білетін, өнерді түйсіну, ұшқыр қиял болуы керек. Айнұр ол қасиеттерді анасынан сіңірді. Ал анасына өнер өз анасынан дарыған. Ұлттық құндылық осылайша ұрпақтан ұрпаққа сабақтасып келеді. Оқушы кезде бала күнімнен өзім осы мамамыздан шүберекті ұрлап алып тігін тігуге келсе, осы машинаны дұрыс тігуді ұстауды білмеймін, бірақ анда ұстауы білмесем де жаңағы көрші құрбым бар, класстасым. Сол екеуміз, ол да машинасы болатын үйінен. Мен мамадан ұрлап алып келіп тауарлар сол үйге барып екеуміз тігеміз. Мына кішкентай қызым да жасы 3-те болса да, осы тігін тігіп ине сабақтағаны болды. Қайшын ұстап жүгіреді, мен қиям деп. Қазір Айнұр анасы екеуі бос уақытының барлығын қолөнерге арнайды. Құрақ құрайды, көрпеше тігеді, түрлі киім-кешек тоқиды. Тоқыма жіп табиғи қорадағы қойдың жүнінен иірілген. Мына қызымның тоқыған қалпағы өзіне. Мына жилеткілері, мына носкилердің бәрін өзім үйреткен, бәрін бұл тоқитын болып үйреніп алды бәрін. Басына киіп жүргеннен кейін маған да тоқып берші дейді. Бір-екі адамдарға тоқып бергендері бар, киіп жүр қазір бәрі. Балдарына тоқып береді. Жылы бұрын жүннен тоқылған нәрселер, бұлар ұлттық нелер ғой, өмірі қалмайды. Айнұр негізі мемлекеттік қызметші. Қазалы ауданының Бозгөл ауылдық әкімшілігінде еңбек етеді. Таңертеңнен кешке дейін кеңседе отырады. Бірақ қазір мемлекеттік қызметшілер артық жүктемеден құтылды, жұмыс уақыты аяқталысымен үйге қайтады. Бұл Айнұр үшін үлкен мүмкіндік. Ұлттық өнердің өрісін кеңейтпек. Қызылордадан Ақерке Берікбек қызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.